Құрметті достар, соңғы кезде киіз үйдің керегесін жасауға таяқшаларды қалай июге болады деген сұрақтар жиі түсіп жатыр YouTube каналыма. Сол себептен енді біраз уақыт жауап бермей жүргенмен сұрақтың жиі қайталануына байланысты сіздерге осы тәсілмен бөлісуді ұйғардым. Негізі ағашты ию ол жаңалық емес. Бұрыннан атам заманнан әр халықта осы ағашты июдің жалғыз түрі десек те болады, қолданыста келе жатыр. Бұл ағашты сулау, булау арқылы іске асады. Үй жағдайында ағашты қалай июге болады деген сұраққа мен сіздерге келесі түсірілім арқылы түсіндіргім келіп тұр. Ол үшін мынандай кішігірім, менікі енді үлкен болып тұр, бірақ сіздер кішігірім ыдысты суға толтырып, ішіне мына сушиді жейтін таяқшаларды, мысалға қазіргі заманда көп кездесетін таяқшалардың бірі болғандықтан осы таяқшалармен көрсетуге тырыстым. Ол үшін таяқшаларды ыстық суға саласыздар. Ыстық суға салғаннан кейін бұл ағаш кішкене сіңу керек. Су ағашқа сіңу керек. Сол себептен ағашты осылай суға салып қоясыздар. Бұл ағаштар бір ақ рет емес, бірнеше рет салуға тура келу мүмкін. Себебі елгіш қасиеті пайда болу үшін ағаш толығымен сулану керек. Кей кезде, мысалға, егерде сіз мынандай суши таяқшаларын қолданатын болсаңыздар, бас жағын сындырып тастасаңыздар болады. Себебі ішіне су жақсырақ сіңімді болады. Сол себептен мен осы таяқшалардан бастаймын. Таяқшалар суланып жатқан уақытта сіздер келесі шаруаны істесеңіздер болады. Ол үшін таяқшаларды июге арналған құрылғы жасайсыздар. Мәселен, сіздерге не керек ол үшін? Мынандай тақтай немесе ағаш алсаңыз болады. Одан кейін шеге, не болмаса мынандай шегенің түрін алсаңыздар болады. Және де сол шегені бұрау үшін құрал керек болады. Міне, осы арқылы сіз ағашты иетін құрылғы жасайсыздар. Мен енді сіздерге жасап жатпайын, бірақ дайын формамды сіздерге көрсетемін. Осы тақтайға өзіңіз алдымен уығыңыздың формасын сызып аласыз. Сіздің өзіңіздің керегелеріңіз, жаңағы киіз үйіңіздің қаншалықты үлкен болуына байланысты, не болмаса кішкентай болуына байланысты өзіңіздің алдымен осы тақтайшаға уықтың формасын келтіресіз. Содан кейін ақырындап әр бір буынына шегені орнату арқылы жаңағы дымқыл су болған ағашыңызды жайлап иісеңіз болады. Мәселен, мынау 3 рет қайнаған суға салынған ағаштар. Байқасаңыз, оны мына жерінде, егерде көріп тұрсаңыз, аздап сынғаны байқалады. Себебі бұл ағаш суда көп тұрған жоқ. Сол себептен, егерде сындырмай, баяу жасағыларыңыз келсе, біртіндеп жасасаңыз, бірнеше рет сулап, одан осындай қалыпта қалдырасыз. Кепкеннен кейін қайтадан суға салып, буландырып, сулап, одан кейін арғарай ақырындап ие берсеңіз болады. Осылай әрдайым шегелерді босатып, басқа жеріне қою арқылы ағаштарды ақырындап ие бересіз. Соңында сізге қажетті форма, уықтың формасы шығады. Ең соңында формаңыз келгенде осылай бір күн, бірнеше күнге қалдырып қоясыз. Ағашыңыз толығымен кепкеннен кейін қолдана берсеңіз болады.